Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз жол белгілерін білеміз бе деген сабақтың екінші сабағын өтеміз. Дайын болсақ, оқу құралымызды алып, бүгінгі күнді жазып, тапсырмаларды орындауға кірісеміз. Ең бірінші сіздерге ой-түрткі сұрақтарын бергім келіп отыр. Бірінші сұрақ: жол белгілеріне қандай анықтама берер едіңіз? Жол белгілері неше топқа бөлінеді? Жол белгілерін білудің қандай маңызы бар деп ойлайсыздар? Жол белгілері дегеніміз, балалар, көлік қозғалысын реттеу және көлік жүргізуші мен жаяу жүргізушіге маңайдағы жол жағдайы жөнінде ақпарат беру мақсатында көше мен жол бойына қойылатын арнайы белгілер. Жол белгілерінің бекітілген сурет мен техникалық сипаттамалары жол белгілері мен сигналдары туралы конвенция 1968 жылы Венамен, осы конвенцияны толықтыратын Еуропа елдері келісімі 71 Женева талаптарына сәйкес жасалды. 1998 жылға дейін Қазақстанда, 1987 жылы Қазақстан Советтік Республикалар одағында қабылданған жолда жүру ережелері қолданылды. 1998 жылдан республикада жолда жүрудің жаңа ережелері қабылданған. Осы ережелерге сай жол белгілері мемлекеттік стандарттар негізінде анықталады. Бұл стандарттар бойынша жол белгілері 7 топқа бөлінеді. Енді осы 7 топты атап айтатын болсақ: бірінші ескерту белгілері, екінші басылымдық белгілер, үшінші тыйым салу белгілері, төртінші міндеттеу белгілері, бесінші ақпараттық көрсеткіш белгілері, алтыншы қызмет көрсету белгілері, жетінші қосымша тақтайшалар. Енді оқушылар, жаяу жүргіншіде жолдың ережесін сақтау керек. Егер сақтамаса, оның арты қайғылы жағдайға ұшыратуы мүмкін. Соның ішінде жаяу жүргіншілер тротуармен, арнайы жаяу жүргіншілерге арналған тротуармен, немесе жаяу жүргіншілерге арналған жолдармен, ал олар болмаған жағдайда жолды жағалай қозғалуы тиіс екен. Көлік жүретін бөліктің шетімен двигателі жоқ мүгедектер арбасында келе жатқан мотоцикл, мопед, велосипед жүргізуші адамдар көлік құралдары қозғалысының бағытында жолдың оң жағымен жүруі керек екен. Ал енді елді мекендерден тыс жерлерде жаяу жүргіншілер көлік жүретін бөлігімен қозғалған кезде көлік құралдарының қозғалысына қарсы бағытта жүруі керек екен. Енді оқушылар, сіздерге оқылым тапсырмалары. Оқулықтарының 114 бетінде жол белгілері деген мәтін тұр, соны жақсылап оқимыз. Одан кейін барып 10-шы тапсырма бар. Сол тапсырманы орындаймыз. Онда көп нүктенің орнына қажетті сөздерді жазамыз. Және осы жаттығуда сын есімдерді тауып, астын сызып қоямыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.